Тестостерон деңгейі төмендесе түбі инфаркт, инсультке шалдығуы мүмкін. Еркектік бір қалаудың төмендеуі, мысалы жыныстық қатынасты не только мүшесінің тұруы емес, вообще ойламай да жүре береді. Ұрысқақ болып бастай ма әйелдер сияқты? Как будто андай үйінде ұрыс керіс, сабырлық жоқ, андай сөзде тұру жоқ, стресспен, депрессиямен, ломкамен өте қиын. Сол себепті ең бірінші фокусымыз салмақ қоспауға фокус қоюымыз керек. Ал табиғи тестостеронды қалай көтереміз? Қарапайым. Бірінші 8-9 сағаттық ұйқы. Екіншісі бустерлер бар, ұзақ уақыт жаңағы асқа уақытында неге белковый тамақтар, быстрый углеводтарды алып тастау, газировкалар, тәтті сусындар, оннан жасалынатын тағамдар, ақ нандарды азайту. Одан кейін қимыл қозғалыс. Артық салмағы бар адамдар негізі ерте қайтыс бола ма? Тікелей. Көбірек артық салмақ жинаса, жаңағы инфаркт, инсульт, сахарный диабет, қант диабеті сияқты ауруларға көбірек шалдығады. Бүкіл органдарға артық салмақ зиян. Қазақ атамыз бір-ақ сөзбен айтып кеткен. Ауру астан. Бол, точка, нүкте. Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздер Ершін Сұлтан денсаулық каналындасыздар. Бүгінгі біздің подкаст бұл тестостерон гормоны жайлы болады. Қазір енді Қазақстанда әртүрлі статистика бар. Бүкіл әлемде тестостерон деңгейі түсіп жатыр деген, ол неден түседі? Біздегі артық салмақ тестостерон деңгейіне қалай әсер етеді? Біздің мүшемізге, потенцияға бұл қаншалықты әсері бар? Жалпы бұл подкаст тестостерон бойынша болады. Бізде бүгін қонақта Равилов Фархат, уролог-андролог. Фархат мырзаны осы біздің каналға шақырып, өз біліміңізбен бөлісіп деп бір просьба жасадық. Астанадан арнайы ұшып келіп, датасымен тура келіп қалдық. Ал Фархат мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Аман есен, самолетіміз кешігіп келіп қалдық. Жалпы бір тестостерон деген гормонға бір анықтама беріп кетсек, бұл қандай, бұл не үшін бізде жоғары болу керек, ол не үшін маңызды, барлық айтып жатыр ғой енді қазір. Тестостерон гормоны ол гормондардың королі. Неліктен? Біріншіден, ер адамға өте маңызды гормон. Еркекті еркек ететін, ол дауыс, ол шаш, ол сақал, ол бұлшық ет, ол IQ, ол шешім қабылдау, ол тәуекелге бару, ол восстановление, ұйқының қануына, тікелей ұрпақтың жалғасуына, сперматогенезге әсер ететін гормондардың төресі осы тестостерон гормоны. Бұл гормон тек қана еркектерге емес, әйелдерде де аз мөлшерде өзіне қажеттігі жерде болады. Осы әйелдерде тестостерон деңгейі түсіп кетсе, оларда стресс, депрессияға бейім болады. Әйелдердің де либидосы түсіп кетеді, еркектердің либидосы түскен сияқты еріне деген желаниясы болмай қалады. Сол себепті бұл еркектерде де, әйелдерде де маңызды гормон. Тіптен мынандай бір нәрсе айтқым келіп тұр. Тестостерон деңгейі төмендесе түбі инфаркт, инсультке шалдығуы мүмкін. Өйткені тестостерон тамырдың НО қабатына, эластичный қабатына да тікелей әсер етеді. Сол себепті тестостерон адамның организміне, жалпы адамзатқа өте маңызды гормон. Тестостерон жалпы тестостеронымыз ғой? Тестостеронымыз, сол жерде негізгі нормасы қандай, бір түрлері бар ғой? Свободный дейді, бір не дейді? Свободный тестостерон, мысалы 2 мен 8-дің арасында болу керек. Нормасы? Нормада. Негізі қазір 5-тен 6-дан төмендесе, ол көбінесе шаршауға бейім болады, восстановление дұрыс болмайды. Өйткені қазір стресс заманы, дұрыс восстановление жоқ, дұрыс қимыл қозғалыс жоқ, ұйқымыз дұрыс емес, артық салмағымыз бар. Андай парадокста артық салмақтан тестостерон түсе ме, или тестостероннан түскеннен артық салмақ жинай ма? Бір-бірімен связаны. Өйткені қимыл қозғалыс азайды, тамағымыздың калориясы көп, қимыл қозғалыс азайды. Неліктен? Үйіміз кішірейді. Бұрында мысалы ауылдық жерде тұрдық, түнгі 12-1-де әке-шешелеріміз айқайлап атымызды көшеден қуып кіргізетін. Қазір кішкентай балалар квартирада тұрады, қалалық жерде, этаж үйде, ауласы кішкентай, қимыл қозғалысы аз. Сол себепті семіздік, артық салмақ әлемнің бір жауы болып тұр. Не только Қазақстанда, Америкасы болсын, Европасы болсын, артық салмақ көп. Артық салмақтан тестостерон түседі, тестостероннан түскеннен кейін жалқаулық, шешім қабылдай алмайды, семіздік, осыған көп шалдығу үстінде.
жалпы ер азаматтарда тестостерон деңгейі төмен түскенін қандай белгілері бар, қалай анықтаса болады? Мысалы негізі 30 жастан кейін тестостерон қалыпты жағдайда жылына 2%-ға төмендеп отырады. Қалыпты еркекте болатын құбылыс. 2% ба, әлде 2 не ма? 2%-ға. 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 Ол қан көрсеткіші 7-ден 5-ке түсіп кетеді, 2%-ға жалпы төмендеп отырады. Сол себепті біріншіден энергия аз. После обеда ұйқысы келеді. Ұйқысы қанбайды. Ұйқысы қанбайды, ұйықтап тұрса да ұйықталмаған сияқты чувство болады. Одан кейін артық салмақ, бел аймағы 94 сантиметрден жоғары болып бастайды, уже артық салмағы болады. Одан кейін шешім қабылдау, сөзінде тұру, мінезі құбылмалы болады. Одан кейін дауысына, сақалына, шашына, ұрысқақ болып бастайды ма әйелдер сияқты? Как будто андай үйінде ұрыс керіс, сабырлық жоқ, андай сөзде тұру жоқ, бір мінезіне де белгілі бір мөлшерде тікелей әсер етеді. Сол артық салмағы, көңіл күйінің болмауы, энергияның төмендеуі, либидо төмендейді, әйеліне өз жан-жарына деген еркектік бір қалаудың төмендеуі, мысалы жыныстық қатынасты не только мүшесінің тұруы емес, вообще ойламай да жүре береді. Өйткені тестостерон деңгейі төмен, жаңағы бытовухаға жұмыс істеуіне жетуі мүмкін, бірақ түнде именно қатынасқа келген кезде ол миына кіріп шықпайды, өйткені топлива жоқ. Это бензин жоқ, бак пустой. Сол себепті осындай белгілермен көрінеді. Жалпы өзіңізде қанша қаланы аралайсыз, қаншама адамға консультация беріп жатсыз? Процентпен айтатын болсақ, мысалы қазір өзіміздің Қазақстанда ер азаматтардың қанша пайызында тестостерон деңгейі төмен? Процентпен айту қиын, бірақ бізге келетін пациенттер енді ол үлкен отбордан өткен, өзі проблемасын түсініп келіп отқан, бізге келіп отқан пациенттердің бір 60%-ның тестостерон төмен, тестостерон деңгейі жаңағы төмендіктен либидосы жоқ, соңғы 1 айда, 6 айда жыныстық қатынас болмаған, сондай бір мәселемен, мүше әлсіздігімен, әйелі болса да. Әйелі болса да, сондай мәселелермен келіп тұрады. Энергиясы жоқ, дұрыс восстановление болмайды, артық салмағы көп, осындай ол шешім қабылдап келген пациенттер ғана. Ал көбісі негізі уролог, андрологқа келуге ұялады. Бір белден төмен, біздің тәрбиеміз ба, біздің бір дініміздің бір несі ма, белден төмен ауруларын жасырады. Либидо дедік, либидо дегеніміз жыныстық қатынасқа деген қалаудың болуы. Мысалы әйеліне деген мысалы қалаудың болуы. Ол түсіп кетеді. Ол тестостерон деңгейі түскен кезде, немесе психологиялық әйелмен ұрыс керіс болған кезде, мысалы либидо жаңағы жыныстық қалау түсіп кетеді. Сол себепті. Қандай болатын нәрселер ма, или не бұл негіз? Жоқ, это психология, секс деген желание. Жоқ, либидо деген сөз, просто либидо деген жалпы ұғым, жыныстық қатынасқа деген қалау. Сол түсіп кетеді. Ол либидо деп айтылады, бұл жалпы ұғым, ал жаңағы қалауын түсіп кетуі. Құрметті көрермендер, аталық мүшеде бұл құлақ сияқты, көз сияқты, тамақ, жүрек сияқты орган. Оның да бір ауруға құқысы бар, оның да емделуге құқысы бар. Сол себепті ұялмай, қысылмай келіп тексерістен өтсеңіздер болады. Барлығы анонимді, дәрігерлік құпия сақталады. Мысалы бір пациентіміз келсе, ол ішіндегісін ақтарылып айтса, сол кабинетке сол әңгімені көміп кетеміз. Мен көшеден көріп қалсам, оның жаңағы интимный темасын қозғауға менің ешқандай құқығым жоқ, ол қозғалмайды. Сол себепті қорықпай келе берсе болады. Любой ер адам. Кез келген урологиялық проблемалар бойынша. Егер пациент еркек келмей жүре беретін болса, скрытый инфекциялар бар, хламидия болсын, гонорея болсын, бұрынғы внутрь клеткашілік инфекциялар болуы мүмкін. Кейін ол мысалы үйленер алдында дұрыс тексеріліп алмаса, өзінің мужской еркектік бедеу екен білмейді, өзінде скрытый инфекциялар бар екен білмейді, біреудің әп-әдемі қызын алып, инфекция жұқтырып, дені сау емес туып өткен ақаулықтар бар балалар туылуы мүмкін. Сол себепті инфекциядан туып өткен ақаулықтар бар балалар туылуы мүмкін. Өзі ешқандай белгісіз жүретін урологияда аурулар көп. Сол себепті қорықпай келіп чекап дейді ғой. Ешқандай жер мазаламаса да жылына бір рет өзін тексеріп тұрған абзалырақ. Мысалы, ер адам сырттай денесі жақсы, түрі әдемі, сақалдар жақсы мысалы болып, бірақ күшті көрінсе де тестостерон деңгейі төмен болуы мүмкін ба?
Өйткені кейбір диагноздар бар. Тестостеронды сырттан салады. Тренироваться ететіндер. Тренироваться ететіндер немесе туалы біткен Клайнфельтер ақаулықтар бар, аталық бездер кішірейген, аталық бездері мысалы крипторхизм дейді, аталық бездер жоғарыда қалып кетеді. Уақытында жас кезінде 3 жасқа дейін, 5 жасқа дейін әке-шешесі көрсетпейді немесе түсірмейді немесе дұрыс операция жасалмауы мүмкін. Сол себептен тестостерон деңгейлері төмен болады. Олар бір қараған кезде сырттан красавчик, сақалы, бәрі бар, сырттан тестостерон салып жүреді, бірақ ұрпағы болмауы мүмкін. Өйткені аталық бездер жоқ, еркектік бедеулік, бірақ сырттан тестостерон салып жүргеннен кейін оның либидосы сақталған, сақал мұрты өскен, бұлшық еттері бар, тонусы бар, энергиясы бар, сол сырттан салып жүрген. Мынау сырттан қарап былай айта алмаймыз. Қазір именно мен осы тақырыпты зерттей бастадым да. Енді тренироваться еткен соң таныс жігіттер болады, тестостерон салып жүрген кісілер бар, біреулер гормон роста дейді. Осы жерде бір анықтама беріп өтсеңіз, гормон ростадан бастасақ, жаңағыда оның пайдасы мен зияны, оны колоть еткен дұрыс па дұрыс емес пе, денесін тез шығару үшін, май тез кетіру үшін адамдар салып жатады ғой. И одан кейін жаңағы тестостеронды сырттай салу жас кезде қалай әсер етеді? Немесе жасы 35-40-қа келіп уже 3-4 бала салған тудырған соң ер азаматтар салып жатады. Сол бойынша каждыйына тоқталып өтсек. Тестостерон ол витамин емес. Оны подряд ешқандай дәрігердің бақылауынсыз сала беру организмге өте зиян. Құр тестостеронды салу өз тестостеронын жоқ қылып жібереді. Организмге тестостерон түсті, сырттан укол салды жан басына. Организм ойлайды, мен жұмыс істеп тестостерон өндіргенше сырттан келіп тұр ғой дейді, өз жұмысын тоқтатады, атрофировать етіп, аталық бездері, яйчикалары ол кішірейіп қалады. Сөйтеді да, оның ішінде тестостерон өндіру керек аталық бездің ішінде, және сперматозоид өндіру керек. Осы екі жұмысын тоқтатады да, еркектік бедеулікке шалдығуы жоғары. Бірақ дәрігердің бақылауында әр 4 укол сайын анализдерді алып, қосымша уколдар, қосымша препараттар салып отырса, тазалап отыра ма? Тазалап. Курс, мост, послекурсовая терапия жасап, курстан дұрыс шығып отырса, онда толық салуға болады. Бірақ өте қымбат оригинал препараттар. Қанша шығамын? 10 укол 500 мың. Ол қанша уақытқа жетеді? 3 айға. 3 ай. Сол себепті жас кезде, егер үйлен болген болсаңыз, жаңағыда бала жоспарлап жүрсеңіз, лажы болса салмаған дұрыс. Мен өзім 40 жастан кейін салам өзіме. Өйткені 30-дан бастап тестостерон төмендей бастайды табиғи. Одан кейін осы энергияны сақтап қалу үшін, түбі инсульт болмау үшін, IQ-м, ойлану, шешім қабылдауым жоғары деңгейде болу үшін тестостеронды 38-40 жастан бастап қолданатын болам. Европада коллегаларым енді қолданасыз, иә? Енді қолданып. Өзіме әлі салған жоқпын. Өйткені өз тестостероным 6 ай сайын тапсырып отырам, жоғары деңгейде табиғи тестостероным. Сол себепті сырттан салынатын тестостерон жабайы, ешқандай послекурсовая терапия, мост жасамай, чистка жасамай салу өте қауіпті. Бірақ өте білікті дәрігер болса, барлық анализдерін, оригинал препараттарын салып, после барлық қарап отырса, салдыруға рұқсат. Ол жерде қандай дәрігерлер болу керек? Андролог, эндокринолог. Осы екі врач. Ал жастарға вообще не стоит, иә? Жастарға үйленсін. Спортпен айналсын. Өзі тестостероны 30-ға дейін жеткілікті. Ол пикте жүреді. Енді тестостеронды қалай табиғи жолмен көтерсе болады? Бірінші осы тақырыпқа өтпей тұрып, енді мен де жаңағыда анализ тапсырамын, көрініп жүрем. Кейбір ер азаматтарда жаңағыдай тестостеронмен түссе, эстроген деген женский гормон көбейіп кетіп, осындай болады. Осыны бір түсіндіріп кетіңізші. Немесе бізде әйел кісілер бар, жаңағы тестостероны көбейіп сәл көрілдеп жүрем. Көкірегін жын шығып. Қараңыз, екі әйелдік гормон мен еркектік гормон бірдей көтеріліп, бірдей түспейді. Мысалы, еркектерде еркектік гормон тестостерон түссе, пролактин, эстрадиол әйелдік гормон жоғарылайды. Артық салмақ, бүйрек аймағында, кіндік аймағында, мінезі, көңілшең, жылауық, ренжігіш, сөзінде тұрмайды,
тырысқақ, Тез ұрыс беріле шығарып, салу. иә, сондай. И өмірге деген мотивациясы жоқ, көзінде оты жоқ, солай жүреді. Еркектерде солай, әйелдік гормон көтеріліп кетеді. Әйелдерде әйелдік жаңа жұмыс, жалғыз бастана, тестостерон көтеріліп кеткен, бала шағасы жоқ, ол кезде жаңағыдай тестостерон көтерілуі мүмкін, либидосы көтерілуі мүмкін, жаңағыдай шешім қабылдауы, хищник болады олар. Женственность кетіп қалады. Жәнде бір нәзіктік жоқ, жылу жоқ, сондай болуы мүмкін. Ал табиғи тестостеронды қалай көтереміз? Қарапайым. Бірінші 8-9 сағаттық ұйқы. Ұйқы болғанда түнгі 4-те жатып, түскі 2-де тұру емес. Ұйқы деген кешкі 8-9-да, 10-да максимум ұйықтау. Толық восстановление болу. Ұйықтаған кезде бөлменің қараңғылығы, тас қараңғы болу керек, даже телевизордың ана қызыл точкасына дейін өшіп тұру керек. Одан кейін звуктың болмауы. Баланың жылауы, ар жақта сотка шырылдауы, түнде жаңағыдай біреу сізді мазаламау керек. Қараңғы, звук жоқ жерде, сәл салқындау жерде 8-9 сағат ұйықтау бір. Екіншісі, бустерлер бар, ұзақ уақыт жаңағы ашваганда сияқты, цинк сияқты нелерді қолданса болады. Ұзақ уақыт, бірақ бірден жаңағыдай сырттан қолданатын тестостерон сияқты көтеріп жүрмейді, бірақ ұзақ уақыт қолданғанда көтеріледі. Одан кейін тағамдар. Асқа уақытында неге, белковый тамақтар, быстрый углеводтарды алып тастау, газировкалар, тәтті сусындар, оннан жасалынатын тағамдар, ақ нандарды азайту және қимыл қозғалыс. Белок көбейту керек. Белокты көбейту керек. Одан кейін қимыл қозғалыс. Мысалы, сіз офиста жұмыс жасайсыз, спорт залға уақытыңыз жоқ. 100 рет, 200 рет приседание, 50-50-ден 4 подход, 20-20-дан 5 подход отырып тұру. Кім күніге 6-8 сағат отырып жұмыс жасаса, сол күнгі 40%-ға дейін еркектік қуаты төмендейді. Мен сол себепті Астанадағы өзім клиникамда, кабинетімде беговой дорожка тұр. Мен консультация жүргізген кезде отырмаймын. Жүріп айта бересіз. Алдында тақта сияқты тұрады. Бірақ күніге 15-20 мың шақ. Мысалы, қанша 8 сағат консультация жасасам, 8 сағат жүріп тұрам. Кстати, сол видеоңызды көріп, сізге рахмет айтқым келеді ше. Қарадым да, сіз видео түсіріп жатсыз, и жүріп бара жатсыз. Сол күні ма, соның ертесіне ма, мен де үйге заказ беріп қойдым ше. И шынымен удобно екен, бағасы да тиімді, и өзіңнің күндік нормаңды орындап отырасың. Әрине, өйткені қазір уақыт ең қымбат. Біз кейбір нәрселерді параллельно жасауға міндетті болып қалдық та. Сол себепті мен арнайы 10 мың шаг жасауға шын уақытым жоқ. И погодамда қатты позволять етемейді Астанада. Сол себепті бірақ 10 мың шаг жасау менің денсаулығыма маңызды, маған бір шешім керек болды. Бірақ консультацияда жай қадаммен жүріп тұрамыз. Сол кезде ол не істейді. Мен спортпен айналысу, кардио жаттығулар жасау, аптасына 3-4 рет 40 минуттан пульс 140-да жасап отырса, тестостерон деңгейі көтеріледі. И суық душ. Суық душ таңертең ба? Таңертең. Ол деген фанатизм емес, құрметті көрермендер, барып мұзға секіріп, ертең простатит, орхипедемит болып келу емес дәрігерге. Жай температурасын түсіріп, организмді үйретіп, и сол кезде пик дофамин, тестостерон көтеріледі. Мен сіздің жаңа телеграм каналыңызға тіркелдім, сол жақта жаңа әртүрлі бір операциялар жасап отырсыз ғой, ішке кіріп кеткенді шығару деген сияқты. Осы жерде бір сұрақ қойғым келіп отыр. Өзіңіздің балаңыз болса, кішкентай кезден сіз оны сау, жаңа тестостероны мүшесі дұрыс болу үшін не нәрсе істейтін едіңіз? Мысалы, біздің кез келген көріп отырған ата-ана болуы мүмкін, немесе болашақ балалары болуы мүмкін, чтобы оларда өзінің баласының денсаулығы мықты болу үшін не нәрсе өзіңіз жасайтын едіңіз? Бірінші, өзімнің кішкентай кезден бастап туылды делік, мысалы. Бірінші, үйленбес тұр бұрын жігіттер ровно жүру керек. Налево жүрмей, инфекция жұқтырмай, өзінің денсаулығына қарап. Бірінші, өзінің денсаулығы, бойдақ жігіттен бастайықшы, өзінің денсаулығы дұрыс болу керек. Одан кейін екінші, анасының денсаулығы дұрыс болу керек. Анасының дені сау болса, ерінің дені сау болса, алаң қалыма дені сау ұрпақ дүниеге келеді. Бірінші, осыған көңіл бөлу керек. Бірінші, сау ұрпақ әкелуге ең басынан ар жақта үйленбес бұрын дайындалу керек. Жігіт пен қыз болып жүрген кезде открыто сұрау керек бар ба? Не істеп, толық чекаптан өтіп, ол қазір трендте келіп, көп жастарымыз осылай үйленіп жатыр. Үйленейін деп жатырмын. 2 айдан кейін мен толық чекаптан өтім керек деп, толық тексеріліп үйленіп жатыр. Ол өте жақсы. Одан кейін бала туылды. Жылына 1 рет педиатр болсын, хирург болсын,
керекті ортопед, травматолог болсын, уролог болсын, бір көрсетіп отыру. Туа біткен ақаулықтар болса, керек мезгілде, мысалы крипторхизм 3 жасында жасалу керек, гипоспадиясы болса 4 жасында, 5 жасында жасалу керек. Уақытында операциялық шешімі тек қана операция болса, операциямен, медикаментозды ем болса, емдеп реттеп отыруымыз керек. Өйткені кейбір диагноздар, ойбай мен операция жасатпаймын деп бабыр аяға барып атады. Біреудің талдың несіне ақ шүберек байлап атады. Кейбір неизбежно қаша алмаймыз. Кейбір диагноздар тек қана пышақпен емделеді. Сол себепті, мысалы, скрытый половой орган мүшесі ішінде. Оны біз күтсек кетіп қалмайды, дәрі берсек кетпейді. Ол кішкендегі кезінде туа бітетін нәрсе. Туа біткен ақаулық болды. Ол неден болады? Мысалы, инфекциядан болды? бір андай жоқ. Мынаны істемегенде СПЧ болмайтын еді деген нәрсе жоқ. Ол жаңағы анасының денсаулығы, әкесінің денсаулығы. Алғашқы 3 айлықта, алғашқы триместрда анасында стресс болды ма, депрессия болды ма, ұрыс керіс болды ма, темекі, шылым, жаңағы спирттік ішімдіктер ішті ма, кальян шекті ма, білмейміз. Содан вунутуроторобна құрсақ ішінде дамып жатқан кезде осындай ақаулықпен, біреуде жүрекпен ақаулықпен, біреусінде миында, біреусінде асқазақ ішек жолдарында проблема болған, кейбіреулерінде осындай урологиялық туа біткен ақаулықтар бар. Соның кейбіреуі күтсек кетіп қалады, кейбіреулері операциялық жолмен жаңағыдай емделеді, кейбіреу медикаментозный лечение жасайды. Сол кезде суық ақылмен, эмоцияға салынбай, ақылдасып, дәрігер таңдап операция жасау керек болса, жасату керек. Например, мысалы, крипторхизма, 2 аталық безі жоғарыда. Оны ертерек түсірсе, кейін ұрпақ жалғасып, тестостероны өндіріліп, дені сау, өзінің құрдастарымен бірге дамып кетеді. Дер кезінде жасалса. Неше жаста ол примерно? Мысалы 5 жасқа дейін жасаған абзалырақ, 1,5 жастан бастап 5 жасқа дейін жасаған. Сондай жаста хотя бір рет келіп урологқа көрсету керек балаларын, иә? Сол, ал одан асып кетті, ұмытып кетті, 20-ға толды, 2 аталық без жоғарыда, кішірейіп қалған, гипоплазированный аталық бездері, не сперма ұрық өндірмейді, не тестостерон өндірмейді, артық салмағы бар, ертең одан ұрпақ жалғаспайды, уже кешікті. Ондай жағдай көп кездесе ма? Өте көп. Оны біз негізгі менің саламда көп жағдайда 90% экранға шығара алмаймыз. Өйткені интимный белден төмен әңгіме болғандықтан, мысалы, пластический хирургияғыдай до-после саламаймыз. Одан кейін жаңағыдай бетін жүзін көрсетіп еркектер, қазақтың еркектері шыға алмайды. Мысалы, мен мүшем әлсіз болып келді, доктор Равилов емдеп берді. Ол өте тонкий темалар. Сол себепті қорықпай келе беріңіздер, құпия сақталады, келіп емделіп аласыздар. Бұл каналдың да мақсатын бір айтып өткім келеді. Біздің Қазақстанның жаңа айтып жатсыз ғой, 5 жасқа дейін оны кез келген көріп отқан ата-ана бұны білмеуі мүмкін. Бірақ сол білмегеннің кесірінен баласы өмір бойы жаңағыдай туа біткен ақаулықпен, бедеулікпен, инвалид деп те айтсақ болады. И сондай болып өсуі мүмкін. И осы каналда ақпараттарды қолданып, алдын ала балаңыздың немесе өзіңіздің денсаулығыңызды қарап, алдын ала соның алдын алсаңыз болады. Сіздер мысалы қандай направление жұмыс жасайсыздар? Мысалы операция ма или дәрімен емдейсіздер ма көбінесе? Клиникаңыз қараңыз, бізде андай мынаны түсіндіріп өтіңізші, кешірім сұраймын бөлгеніме. Уролог деген бар, уролог, андролог деген бар. Қандай айырмашылықтар? Мынау нені емдейді? Урология ол несептас, барлық әйелдерді де, еркектерді де қарайды. Ол бүйрегі бар, несеп ағары бар, қуығы бар, простатасы бар, солардың барлығын. Андрология мүшенің өзі, 2 аталық безі, простатадағы болатын ақаулықтарды. Еркектік бедеулік емдейді. Сол екеуі нюанстары сол. Бізде сол тек қана андрология, әйелдермен жұмыс жасамаймыз, тек қана ер балалармен туа алғаннан ол үлкен аталарға дейін пациенттерді қабылдаймыз. Ол жаңағы энергиясы төмендесе, либидосы жаңағы жыныстық қатынасқа деген желаниесі болмаса, мүшесі әлсіз болса, жыныстық қатынаста тез бітіру, преждевременный эякуляциясы болса, осындай проблемалармен келіп жатады. Көп жағдайда медикаментозды дәрі-дәрмектермен емделеді. Ал кейбір варикоцелия болуы мүмкін, крипторхизм болуы мүмкін, бұл диагноздардың аттары, гипоспадия болуы мүмкін. Осындай андрологиялық аурулар тек қана операциялық жолмен емделеді. Операциясын да жасаймыз, емдеп те береміз толық комплексті.
Құрметті оқырмандар, бұл рекламная пауза. Араларыңызда, көрермендердің арасында егер врачтар, дәрігерлер болса, осы біздің каналымызға қонақ болып шықсаңыздар болады. Егер шыққыларыңыз келсе, өз біліміңізбен бөлісіп, ұзақ мерзімді пациентті YouTube платформасынан алғыңыз келсе, өз консультацияңызды осы біздің подкастта отырып адамдарға ұсынғыңыз келсе, мынау төменде комментарийда описаниеде сілтеме бар, соған жазсаңыз біздің менеджер толық ақпаратты беретін болады. Қандай шарттар бар бізде бұл каналға шығып, өзіңіздің біліміңізді бөлісуіңіз үшін. Тақырыпқа қайтып оралсақ, тестостеронға қазіргі таңдағы мынау ішімдік, темекі, кальян, немесе айкос бар, одноразкалар бар, осы пиволар бар. Осы нәрселер тестостеронға қаншалықты әсер етеді? Қазір және тоқталып өтетін болсақ. Оның сыртында да жазылып тұр. Оның өмірге қауіп екені, оның ерте өлім екені, ол обырға шалдығатыны, одан дені сау емес бала туылатыны зиянды әдет. Біріншіден дінімізде болмайды, рұқсат етілмеген. Екіншіден жаңағы пиван, мысалы, сыран қарабындағы фитоэстрогендер әйелдік гормонды, эстрадиолды көбейтіп, еркектік тестостеронды төмендетеді. Артық пивной живот дейді ғой, қарны шығып кетеді. Пива көп ішетіндерде жаңағыдай ол біріншіден тәуелдік, психологиялық тәуелдік, және қанында алкоголь жүргендіктен ол қанында азайса көп іздеп тұрады. И физикалық дене тәуелділігі болады. Ол тікелей тестостерон деңгейінің түсуіне, тестостерон деңгейі түссе сәйкесінше артық салмақ болады, мінез құлқында өзгерсе қайтадан кругқа түседі. Либидосын төмендеуі, энергиясын төмендеуі, шашының түсуі, сақалының дауысының өзгеруі деген сияқты, иммунитетінің түсуі деген сияқты. Бүкіл спирттік ішімдіктер, шылымдар, құрамында айкос болсын, құрамында кальян, темекіге қарағанда кальянның құрамындағы никотин мөлшері өте көп, зиянырақ. Екеуі де зиян, екеуі де болмайды, бірақ анау зиянырақ. Қатырақ зиян. Мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр да, артық салмағы бар ер азаматтар қандай жолмен не істеу керек тестостеронның өзінің деңгейіне қайтып көтеру үшін? Ол бірінші спорт па, немесе бір дәрі-дәрмек ішу керек па, немесе не істеу керек? Ең бірінші біз жасауымыз керек нәрсе артық салмақтан арылу. Бірдеңе ішіп, бірдеңе жеп артық салмақтан арыла алмаймыз. Артық салмақтан арыламыз тәуліктік калорияны азайту арқылы, тағамдарды азайту арқылы. Біріншіден, мысалы, айтады, менің балам, мысалы, мен өзім спортқа барамын, бірақ артық салмақ кетпей жатыр. Өйткені спортқа барды, физнагрузка берді, қарны ашты, метаболизм күшті болып тұр, алады да 2 кесе тамақ жеді. Быстрый углеводтар бургер жейді, артынан коламен запивать етеді. Ол кезде артық салмақ кетпейді. Біз тәуліктік норманы азайтуымыз керек. Қанша калорияны? 800-ге дейін, 700-ге дейін ба азайтсақ болады. Біріншіден қараңыздар, бірінші мынаны алып тастау керек. Оннан жасалынатын және сахардан жасалынатын тәтті тағамдарды алып тастау. Газировка сосын, Бүкіл газировка құрамында кола, пепси, чипси, бургер, фри, майонез, кетчуп барлығы бар. Соның бәрін алып тастаймыз. Белковый тамақтар, ақуызды тағамдарды қалдырамыз. Одан кейін физнагрузкамен айналысу, пульс 140-та, ешқандай жүрек ақаулықтары, буында проблемалар болмаса, кардио жаттығулар жасау. 40 минут, 50 минут, аптасына 4 рет, 5 рет кардио жаттығулар жасаса. Одан кейін ұйқысын дұрыстаса, суточный жаңағы тәуліктік калорияны азайтса, тезірек салмақ кетеді. Салмақ кеткенде автоматты түрде тестостерон деңгейі көтеріліп бастайды. Ал артық салмағы бар, сырттан тестостерон салу өте қауіпті. Қанды қоюлатып, инфаркт, инсультке, жаңағы внезапный смерть, кенеттен өлімге шалдығуы мүмкін. Ақуыз деп жатырмыз ғой, ақуыз дегеніміз біздің құрғындық зат. Ақуыз болмаса біз болмаймыз. Ол біздің бұлшықетте болады, біздің иммунитетіміз, ол біздің молекула тасымалдау, біздің су электролиттік баланстарымыздың барлығы осы ақуыз реттеп отырады. Ол жұмыртқада, кейбір ет
тағамдарында, кейбір дәнді дақылдарда көбірек болады. Творог болсын, сүт өнімдерінде осы ақуыз көбірек болады. Көмірсу это энергия. Ол көмірсу, быстрый углеводтар, ол жай көмірсу және күрделі көмірсу. Жаңағы жай көмірсу, ол жаңағы тәтті сусындар, коласы бар, пепси бар, чипсы бар, соларда болады. Оларды көп қолдану, ол артық май жинайды. Артық май, артық салмақ, ол қайтадан тестостерон деңгейін түсіреді. Ана біз тренировка жасап жүрген кезде жаңа белокты дұрыс количествода жемесең ақуызды, мышцаң асып кетуі мүмкін дейді ғой. Бұл сонда мышцаға да әсері бар ғой? Ол масса, именно ақуыздан мышца құралады. Сол кезде кім тренировка барып жүр, ақуызға бай тағамдарды көбірек жеу керек. Көмірсу жығайт етіп сол күні жағып жібереді. Ол жаңағы сол күнге энергия қажет, бірақ ақуыз бізде денемізде бұлшықет болып, молекула болып қалады. Мысалы, енді бұл видеоны көріп, артық салмағы бар кісілер өзін қолға алып, спорт бастап, тамақты азайтамын деген шешім қабылдауы мүмкін. Осы жерде енді организм стресс алып қалмайтындай біреулер бар ғой, 10 килограмм тастайды, обратно 20 килограмм жиналып алады. Вот сондай болмайтындай, қанша калория жеген дұрыс негізі? Или салмағы қатты көп болса, аз калория жесе бола ма? Или артық бір 20-30 килограмм болса, қанша калория жесең дұрыс деген секілді? Торғай сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Бірінші диетолог маманға барып, салмағын, денедегі май, денедегі бұлшықет, дене массасын барлығын толық тексеріп, одан кейін тәуліктік нормадан 300-400 килокалорияға азайтып, жай бастаған дұрыс. Салмақ тастау, одан стрессіз салмақ тастау деген жоқ. Салмақ тастаудың өзі стресс. Организмге де, психологиялық та. Салмақ тастау ләззатты, тәтті, күшті жинайды. Салмақтан арылу ұзақ, стресспен, депрессиямен, ломкамен өте қиын. Сол себепті ең бірінші фокусымыз салмақ қоспауға фокус қоюымыз керек. Ал салмақ тастап, салмағы бар, бірақ салмақтан арылам деген қыз жігіттер, ол бәрібір сол стресстен өтеді. Осыған бірақ қажет. Өйткені артық салмақ инфаркт, инсультті бірнеше есеге дейін көбейтеді. Тіке тұрып өліп қалмау үшін артық салмағымыз болмау қажет, және салауатты өмір салтын сақтауымыз керек. Артық салмағы бар адамдар негізі ерте қайтыс бола ма? Тікелей. Қанша жыл ерте? Шамамен деп жатқан ғой. Андай емес, бір мынау өткенде тағы бір статья оқып қалдым. Жүрегі жақсы жұмыс істеу үшін бір белгілі бір адамдарды жаңағы зерттеген, жаңағы артық салмағы бар. Артық салмақ дегенде 50 кило плюс емес, енді 20-30 килограмм, 15 килограмм артық салмағы барлар көбірек өмір сүрген. Сол себепті бір өмір сүргенне айтамаймыз, бірақ көбірек артық салмақ жинаса, жаңағы инфаркт, инсульт, сахарный диабет, қант диабеті сияқты ауруларға көбірек шалдығады. Мастурбация тестостерон деңгейіне қалай әсер етеді? Мастурбация жасау қайтадан дінімізде рұқсат етілмеген, және де ол психологиялық тәуелділікке алып келеді. Ол арзан дофамин. Біз спорт залға барып, залда 1 сағат, 2 сағат жүріп, сол дофаминді алуға болады. Немесе порнографиялық фильм көріп, 3-5 минутта сол дофаминді алуға болады. Олар арзан дофамин. Біріншіден оны көп жасау мүше әлсіздігіне, эректильный дисфункция, веноздық, жаңағы тамырлық мүше әлсіздігіне алып келеді. Өйткені қынапқа, әйелдің қынабына қарағанда қол қатты, ұзақ мерзімді көп мастурбация жасай беру, ол психологиялық тәуелділік пен мүше әлсіздігіне алып келеді. Бұл неге тестостеронға влиять ете ме, етпей ме? Теріс әсер етеді. Теріс, ол да түсіреді, Қандай күнделікті өмірде жейтін қандай продукттар бізде тестостеронды түсіретінді айттық біз. Қандайлар көтереді? Асқабақтың дәнегі, анар, банан. Анардың соғы жақсы дейсіз ғой? Иә. И ақуыздар, дәнді дақылдар. Жаңағы фисташкеміз бар, орехтар, жаңғақ,
осыларды қолдану тестостерон деңгейін жоғары деңгейге көтермесе де сол деңгейде ұстап тұрады и ұзақ мерзімді энергия береді. Кез келген тренировка жасаған бір любой еркек естіді деп ойлаймын. Жаңа банка болады, банкіге мед саласың, жаңғақ саласың, тағы нелер бар еді, сол шынымен де әсер ете ма? Жоқ, оның құрамында табиғи микроэлементтер, витаминдер, оның құрамында, оны жеу жақсы. Табиғи бал, табиғи сухофруктылардың барлығын араластырып, күнделікті таңертең қолданып жүру өте керемет. Ол көтереді. Ал енді біз қазір енді 20 жастан жоғары кісілерге айтып жатыр ғой. Ал енді жас жігіттер, мектеп оқитын жастағы балдар, жаңағыдай 10 жас, 15 жас, 8 жас, осындай кісілерде қазір енді сізге консультацияға келіп жатады. Бұл кісілерде жағдай қалай жатыр? Тестостеронмен, жаңа потенциямен деген секілді. Біз балаларды да, үлкен ересек адамдарды да қараймыз. Кішкентай балаларда семіздік өте көп. Қазіргі таңда 2015-тен бері қарай балалар, 10 жасар, 9 жасар балалар, өткенде бір пациентім келді, 10 жасар 108 килограмм, артық салмағы өте көп. Мінезі өзгерген, әке-шешесіне сөзі қайтарып тұр, өз-өзімді зорға ұстадым дәрігер ретінде. Жаңағы өйткені тестостерон жоқ, артық салмағы бар, қимыл қозғалысы аз, тамақты азайтайын десе шыдамайды, шыдамсыз, сөз қайтарады, түнімен тамақ жейді, телефонда отырады, түсте сағат 1:30-да барады, түскі таңғы 5-ке дейін телефон көріп, сағат 1-де тұрады, барады, сабақ үлгерімі төмен. Осындай балаларымыз өте көп келуде. Урологиялық проблемамен келеді, урологқа, андрологқа бізге. Бірақ ол балада тек қана урологиялық проблема емес, артық салмақтың кесірінен жүрек қан тамыр жүйесіне зиян, кішкентай кезінен бастап, асқазан ішек жолдарына зиян, гормональный дисбаланс, бұзылыстар кетіп жатыр. Жаңағыдай бүкіл органдарға артық салмақ зиян. Қазақ атамыз бір-ақ сөзбен айтып кеткен: ауру астан, болды, точка, нүкте. Бүкіл аурулардың басы осы дұрыс тамақтанбаудан, дұрыс емес тағамнан артық салмақ жинап, осындай көп балаларымыз. Балаңды аясаң аяма дейді. Сіз аяп бір тарелка тағам беруіңіз мүмкін, бургеріне ақша салуыңыз мүмкін, бірақ түбі сіз мүгедек баланы өсіріп жатырсыз. Ол қоғамға, ол тек қана медициналық проблема емес, ол әлеуметтік проблема. Ол ертең үйлене ма, артық салмағы көп болса, өте көп болса, ол артынан ұрпақ қалдыра ма, үлкен сұрақ белгісі тұр. Сол себепті құрметті ата-аналар, баламыздың денсаулығына қараймыз. Қазір тағам беріп оны ауыртқанша, қазірден шектеп, қазір кішкентай 5-6 жасар болса, ата-аналары игеріп үлгереді. Переходной возраст, мұрты шығады, түктері шығады, гормондар өзгереді. 12-13 жаста ешкім игере алмай қалады ата-аналар. Сөз қайтарады, телефонды лақтырып жібереді, бер деп. Сол себепті құрметті ата-аналар қазірден кішкентайынан бастап балалардың денсаулығына қарау қажет. Өте көбейіп жатыр қазір. Тестостерон деңгейі силовой тренировкада көбейеді ма? Біреулер айтады, біреу көбейеді, біреу көбеймейді дейді. Немесе мынау жекпе-жекпен айналысқан дұрыс па ер адамдарға, или сол залдың өзі жетіп жатыр ма негізі? Оны әркімнің хан көңілі біледі. Главный бұл жерде басты назар спортпен айналысу. Кімге күрес ұнайды, кімге карате ұнайды, кімге бокс ұнайды, кімге силовой тренировка ұнайды. Олардың барлығы тестостерон деңгейін қалыпта ұстап тұруға және көтеруге әсерін тигізеді. Мынаны істесең тестостерон көбірек көтеріледі, мынаны істемесең азырақ көтеріледі, немесе түсіп кетеді деген қағида жоқ. Бірақ қимыл қозғалыста, спортта жүру ең алғашқы принцип осы. Енді мысалы осы біздің подкастты көріп отырып, өзінің тестостерон деңгейін, немесе өзінде бір проблема болып жатқан болса, немесе өзінің баласында болып жатқан болса, сізге мысалы қандай сұрақтар бойынша сізге консультацияға келуге болады, немесе қандай жағдайлар сіздер қарайсыздар? Общий бір списокпен айтатын болсаңыз. Егер сізде жыныстық қатынастағы әлсіздік, жыныстық қатынаста тез бітіру, преждевременная эякуляция, энергияңыз төмен болса, бала жоспарлап жүрсеңіз, бала үйлендіңіз, арада 1 жыл, 2 жыл жүктілік жоқ,
артық салмағыңыз болса, кез келген урологиялық проблемаларыңыз болса, андрологиялық проблемаңыз болса, келсе толығымен қарап, емдеп, керек болса операциясын жасап береміз. Қандай операциялар жасайсыздар? Ол барлық андрологиялық микротезе, мезе, варикоцелектомия, крипторхизмге, орхидопексия сияқты барлық операцияларды, жыныстық мүшені ұзарту, жыныстық мүшені жуандату, сондай генитальный хирургияны толық жасап бере аламыз. Үлкендерге де, балаларға да. Ал достар, егер көріп отырған кісілер Фархат мырзаның консультациясына жазылам десеңіздер, мынау төменде комментарий және описание бөлімінде сілтеме бар, соған өтіп жазыңыздар, менеджер ары қарай жауап береді. Енді сізде қазір естім, жаңа отырып алдағы 1-2 ай уже консультация толып қалған. Егер босап жатқан уақыты болса, сізді Фархат мырза өзі қабылдайды. Ал Фархат мырза, сізге үлкен рахмет біздің каналға келіп, алғашқы сұхбатыңызды біздің каналмен бастап, өзіңіздің біліміңізбен бөліскеніңізге. Жалпы ойлаймын, бұл подкаст арқылы білмеймін қанша просмотр жинайды, бірақ қаншама көптеген адамға біздің пайдамыз тиіп, өзінің өмірін, өзінің денсаулығын қолға алып, өзінің өмірін улучшать етсе, бұл біздің бір осы каналдың миссиясы, және сіздер дәрігерлердің, ақ халатты абзал жандар еді, сол кісілердің бір миссиясы орындалды деген есептемін. Описание бөлімде Фархат мырзаның инстаграмын белгілеп кетемін, соған подписаться етіп қойсаңыздар болады. Және де комментарий бөлімінде тағы Фархат мырзамен подкаст түсіру алдағы уақытта жоспарда бар. Қандай тақырыптар көргілеріңіз келеді, сол жаққа жазып өтсеңіз, және каналға подписаться батырмасын басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Фархат Равилев және Ерсін Сұлтан. Қош, сау болыңыздар.